Арма алталаш барма текті қазағым. Таңғажайып болжам. Еліміздің соңғы 4 астанасы Орынбор, Қызылорда, Алматы және Астананың орналасуы. Егер осы 4 қаланы сызықпен қоссақ, қабырғасының ұзындығы 1000 шақырымды құрайтын тең қабырғалы ромбы пайда болады. Ал бұл фигураның алып жатқан аумағы 777 000 шаршы шақырым. Ең қызығы, қасиетті Ұлытау дәл осы фигураның ортасына орналасқан. Бұл жерде кезінде хандар, билер және еліміздің атақты тұлғалары тағдыр шешті шешімдер қабылдау үшін бас қосқан. Мүмкін бұл таңғажайып сандар еліміздің тарихы жаратушының қалауымен және белгілі бір заңдылықпен дамып жатқанын аңғартатын болар. Бұл фактінің маңызды тұстары: 777 саны көптеген мәдениеттерде киелі сан болып саналады. Ұлытаудың ортада болуы қазақ даласының географиялық және рухани орталығы екенін тағы да дәлелдей түседі. Геометриялық дәлдік Астананың ауысуы саяси шешім болғанымен, нәтижесінде осындай математикалық үйлесімнің пайда болуы еріксіз ойландырады. Дәурен Мұса парақшасынан. Ендеше біз осы Ұлытауды көргендер бар, көрмегендер бар. Қазақстанның қақ ортасы екені, орталық Қазақстанның ең керемет жері, Сарыарқаның ең биік нүктесі екенін білесіздер. Және Ұлытауды қазақ даласындағы киелі жер ретінде ешбір жаудың тұлпарының тұяғы баспаған, таза сақталған. Ұлытауға бардың ба, олар етін жедің бе деп қазағымыздың ежелден аңызға толы кереметтілігі көп айтылады. Санамалай берсек, Қазақстанда әрбір жер қасиетті. Және бүкіл әлемдік жердегі ғарышқа ұшу орталығының нүктесі саналған Байқоңырдың да қазақ даласында екені, оның жердің кіндік екендігі ол ма? Шымкентке жақын Қазғұрт тауының өзі кезіндегі аңыздарда айтылатын Нұх пайғамбардың кемесі қалғаны, ол таудың да киелі екендігі. Қазғұрт тауында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Әулие демекші, батыс Қазақстанда да біздің небір батыр бабаларымыз өмір сүрген әулиеліктің нағыз үлгісі бар. Батыс Қазақстан, 80 көл, 8 серісі бар атақты Көкшетау. Солтүстік Қазақстан, Баянауылдай жері бар Павлодар, Семей, Өскемен, атақты жыршылар, батырлар туған Шығыс Қазақстан. Оңтүстік Қазақстан, Алматы Алатауы, Тянь-Шань тауы, Іле дариясы бар Жетісу жеріші. Қазақтың бүкіл жері керемет. Осында елде өмір сүріп жатқан әрбір қазақ мақтануға тиісті. Біз айтып отырған Ұлытаудың өзінде қазаққа өте керемет тарих болатын және бізді біріктіретін зерттелген, зерттелмеген қабырлар мен хикмет құпиялар бар. Келесі ұрпақ осындай зерттелмеген дүниелерді ашып, құпиялықтардың сырын халыққа білдіретін болса, қазақтың көрер қызығы әлі алда. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қара көздің көрер қызығы көп болғай. Құрметпен Текті Қазақ арнасы керек дерек, мен Қанатбек Ермек. Келесі келелі хабарда қайта жүздескенше сіздерден құнды пікір, ұсыныс күтеміз.